Сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге Эльмира Мәжитқызы. Бүгін каналымда түріктің өте ерекше, өте дәмді ыстық тағамы су-бөректі дайындаймыз. Алдымен ыдысқа 4 жұмыртқаны салып араластырдым. Одан кейін үстіне 1 шай қасық тұзын саламыз, және жарты стакан салқын суды құйып, көпіргенше әбден араластырып алдым. Дайын болғаннан кейін үстіне сүзгіден өткізілген еленген ұнды салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды әбден иінін қандырып илеп, 10-15 минутқа тындырып қойдым. Сол кезде табаға салқын суды құйып, астын жақтым. Суымыз қайнай берсін деп. Міне нанымыз да дайын болды, енді тағы да илеп, кесуге ыңғайлы болсын деп осылай ұзыншалап алдым. Барлығын бірнеше бөлікке бөліп, бірдей қылып, домалақтап, тағы да бір 10 минутқа тындырып қойдым. Дайын болды, енді ұнды сеуіп отырып, нанымызды жаямыз. Нанымыз жұқа болу керек. Осындай жұқа нан болу керек. Енді тақтайдың үстіне барлығын жинап аламыз. Барлығын осылай істеп, осы кезде тавадағы суымыз да қайнап тұр, су қатты қайнау керек. Және қасына бір табаққа тағы да салқын су құйып қоямыз. Оны да дайындап қоямыз. Салдық нанымызды қайнаған суға. Көп ұстамайсыздар, көп ұстасаңыздар езіліп кетеді. Әр кетсе 30 секундтай ғана ұстап, сүзгімен алып, салқын суға салып аламыз. Барлығын осылай істеп дайындап аламыз. Одан кейін енді арасына салатын салмасын дайындаймын. Мендегі үйдің сүзбесі, үстіне күштен өткізілген сыр қостым. Екеуін әбден араластырып, барлығын біркелкі қылып аламыз. Осы кезде духовканы қосып қойдым, қыза берсін деп. Енді духовканың ыдысына мен пергамент қағазын төседім. Және түбіне ертілген сармайды қосып, сармайдан жақтым. Басқа да формаға салсаңыздар болады. Мен өзіме ыңғайлысын істеп жатырмын. Майдың барын жағып, енді осы қамырымызды үстіне саламыз. Біртіндеп үстіне салып, барлығын бір тегіс қылып жайып аламыз. Енді үстіне ертілген сармайды жағамыз. Маргарин қосуға болмайды. Сармай болу керек. Сармайды ертіп, осылай үстіне жақтық. Енді салмасын саламыз. Салмасында барлығын біркелкі қылып салып аламыз осылай. Енді үстіне тағы да қамырын саламыз. Барлығын осылай бірінен соң бірін қайталап, майды молырақ жаққан дұрыс болады. Өте дәмді болады. Енді үстіне тағы да майды жағып, дайындап алдық. Енді қызып тұрған духовкаға саламыз, 40 минутта дайын болады. Дайын болды. Осылай әдемілеп кесіп, тәлікке саламыз. Сіздер де осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Өте ерекше және өте дәмді ыстық тағам. Көргендеріңізде арасы жабыспаған ас болсын.